достар. Мен Олинда негізгі орта мектебінің география пәні мұғалімі Жакупова Роза Жекеевна. Бүгін сабақ 7 сыныпта ашық сабақ өткіземіз. Біздің тақырыбымыз гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Оқу мақсаты гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды. Бәріміз барлығымыз балалар тұрып мына жерге шаттықшына бір сұрастырайық. Мына жаққа тұрамыз, кеп, мына жаққа тұрамыз. Бәріміз бірге. 3-4. Қайырлы күн, достым, қайырлы күн болсын. Атаның жұма күні мұбаракқа толы болсын. Біздің алар бағамыз кілем бестік болсын. Гидросфера дегеніміз жердің су қабығы. Табиғатта су үш күйде кездеседі. Газ, сұйық, қатты күйде кездеседі. Гидросфера құрамы құрамдарынан тұрады. Дүниежүзілік мұхит пен құрылық сулары. Дүниежүзілік мұхит 4 мұхиттан тұрады. Теңіз және оның бөліктері. Бөліктері шағанақ, бұғаз. Құрылық сулары жер үсті сулары мен жер асты суларынан тұрады екен. Өзен, көл, батпақтан және жер асты суларынан. Барлығымыз қане 23-ші парақты ашамыз. 23-ші парақты ашып оқығаныздар кәне. Жалғастырады сәйкестігін тап деген бірінші тапсырма. Тынық мұхиты мен Атлант мұхит 4 мұхиттың осын тереңдігін білуіміз керек. Тереңдігін. Тынық мұхиты 11.022 метр. 11.022 метр. Атлант мұхиты Тереңдігі. Атлант мұхитының тереңдігі 4742 метр. Келесі Ерболат. Үнді мұхиты. Үнді мұхит 7725 метр. Солтүстік мұзды мұхит. 7725 метр. Солтүстік мұзды мұхит 5527 метр. Құрлықтар берілген, 4 құрлық берілген. Осы 4 құрлықтың өзендік көлдерін табамыз. Жазалайық. Евразияның өзендері мен көлдері. Африканың өзендері мен көлдері. Солтүстік Американың өзендері мен көлдері. Және оңтүстік Американың өзендері мен көлдері. Көрсетеміз Евразияның өзендері мен көлдерін. Ең бірінші өзендер. Евразияның өзендері. Көрсетеміз сіз. Қандай? Енисей, Обь. Обь. Тексі көрсетеміз. Енисей, Евразияның Обь, сосын Тобол, Лена, Оленик. бұл Евразияның өзендері. Евразияның өзендері. Шуламаймыз. Евразия көлдерін. Байкал. Балқаш. Кім жазды кәне? Мұнда келеміз, карта келеміз. Картаны көрсетеміз. Карта көрсетеміз. Евразияның өзендері, Африканың өзендерін. Африканың өзендері Нил, Конго, Нигер. Африканың көлдерін көрсетеміз, карта келіп. Африканың көлдері. Африканың көлдері. Қандай көл? Чад көлі.
Чад, сосын тағы. Отыра ғой. Дұрыс, отыра ғой. Солтүстік Америка. Солтүстік Американың көлдері. Олдар шыққан жоқ. Американың көлдерін кім көрсетеді, кім айтады? Жанерке? Солтүстік Американың өзендері. Миссури, Колорадо, Миссисипи. Келе ғой. Солтүстік Америка. Миссури, Миссури, Миссисипи, Миссисипи. Колорадо. Американың өзендері. Бейбас айтады. Лимпопо мен Амазонка. Келе көрсете ғой, қатады. Амазонка. Дұрыстастырамыз. Амазонка. Лимпопо. Дұрыс, жақсы. Кестені толтыр. Сәттеріңізге жазамыз. Сұрақтарды жазбай ақ қойыңдар. Тек қана жауаптар жазыңдар. Тек қана жауап жазамыз. Ең терең көл. Көздар. Дүние жүзіндегі ең терең көл Байқал. Дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит, Тынық мұхиты, ал ең биік сарқырама. Отыр. Келесі. Жанерке. Ең биік сарқырама Ангел, ең ірі теңіз. Каспий теңізі, Каспий теңізі. ең ұзын өзен Ніл, ең кіші мұхит солтүстік мұзды мұхит. Ең үлкен өзен. Ең үлкен өзен. Жақсы. Дұрыс. Қазір бәріміз бірге. Стикерлерге жазыңдар. Стикер жазыңдар. Жұпталы бір-бірін бағалайсыңдар. Бір-бірін бағалайсың. Жарайсың. Өте жақсы ет, жарайсың деген. Бағалай біріміз. Сен жақсырақ жұмыс істей алардың. Қасына көршілер жоқтар. Қасына көршілер. Парталас көршілер. Жазыңдар ма? Кәне, бәрін жазып па? Ал, кәне, бір-біріне. Сонымен кімге жазың? Жанеркеге. Не жазың? Жарайсың. Жанерке. Аружанға. Мен сабақтағы сенің жұмысына Ризамын. Келесі. Аружан. Жарайсың. Гүлзат жарайсың. Гүлзат. Жарайсың. Гүлзат. Жарайсың. Жарайсың. Келесі. Ернұр. Ернұр. Дұрыс айтамыз. Бейбарсы. Деміз. Бейбас. Ернұр, мен сенің жұмысына жарайсың. Жақсы. Ерболат. Сабақта не білгім келді? Не? Қане, сұрақтарға жауап берейік. Не білдік? Не білдік дейміз? Ең көп көрді білді. Ең биік сарқыраманы. Ең биік сарқыраманы. Анық келекен. Келесі?